Вернон, үлкен құлақ, ломбардқа кіріп, Элтонға шолақ мылтық сілтеп, оларды қорқытады. Ол ақымақ ломбардты тонауға келмеген, өзінің мылтығын $20 өткізіп кетеді. Жазық далада Рендиді күтіп тұрды. Ол өзінің 3 күннен бері ұйықтай алмай жүргенін айтады. Мұнда Вернон келді. Олар белгілі бір Стэнлиді тонауға ниетті, бірақ мылтықсыз мұны қалай жасауға болады. Бірақ Вернон өздеріне сенімді, олар үшеу, ал жалғыз адамға шамалары келеді. Үлкен құлақ Верноды қатты жылдамдықпен Ренди келіп қағып кетеді. Мына үшеуі бір жерді тонағалы жүрмә өзі. Ол олардың $80 ақшаларын ұрлап кеткенін айтады. Оны бекер қақты. Ол ақшаны ұрласа, ол тапаншаны ломбардқа өткізбеседі. Вернон аузынан қаны ақса да аман қалады. Ақшаны қайда жоғалтқанын есіне түсіреді. Ренди өз ұрлап, оны арамшөпке жұмсаған. Өкінішке орай оның мылтығы жоқ. Жолдастары Дон қарттан мылтық алу үшін келді, бірақ Дон оларды баршы деп жөндеріне жіберді. Өйткені ол өткен жазда оларға шөп шабатын машинаны берген. Олар оны дереу ломбардқа тапсырған болатын. Екі бау кеспе жол байы нацистер жайлы айтып дауласып келе жатқанда машиналармен соқтығыса жаздап, үй жануарларына арналған мәйіттердің үстімен өтіп бір талға келіп тоқтайды. Олар ағашта тұрған садақты көріп, оны ұрлау барысында керек қаруын тауып олар ұрлап кетеді. Вернон есін жиды. Оған ковбой қалпақ киген қатал адам келді. Оған көмектесуді ұсынды, бірақ үлкен құлақты жігіт достары дегендерден кек алмақ болды. Қолында қару болмағаны өкінішті. Мұны естіген бейтаныс жігіт оған шолақ мылтық берді. Екі бау кеспе өздерін танып қалмас үшін беттеріне маска киіп алады. Қарақшылардың үйге кіріп кеткен сайқымазақтарынан Ренди қатты қорқады. Бірақ Стэнли оларды күтіп тұрды, және тапаншаны олардың өздеріне бағыттады. Аспаз екі бау кеспені олардың дауыстарынан бірден таныды, өйткені олар бұл жерге күнде келетіндер. Бау кеспенің оғы Рендиге тиеді. Стэнли екі бау кеспеге прикол ұстайды. Бұл жерге Вернон тапаншасымен кіріп келеді. Ол тапаншасымен қарақшының біреуіне оқ атып, ол жерде бей-берекет оқтарын атып, өздері не үшін келгендерін ұмытып кетеді. Атыс басталып, ол жерде тұрған газды Вернон көріп, оған атып үйді жарып жібереді. Ломбардқа ерлі-зайыптылар кіреді. Олардың кредиткаларын біреу қағып кеткен. Сондықтан олардың балайларын бұл бұза алмайды. Ричард сол үшін әйелінің жүзігін өткізбекші. Ричард сол жердегі бір сақинаны көзі шалып қалып, оны көріп көңіл күйі бұзылып кетеді. Ол әйеліне шыға тұруды ұсынады. Бұл сақина өзінің бірінші әйеліне тиесілі екенін айтып, ол әйелі осыдан 6 жыл бұрын жоғалып кеткенін айтып, сақинаны кім тапсырғанын білу үшін тіпті автокөлігімен ақшасын беретінін айтады. Ломбард басшысы ол қай жерде тұрып, не жұмыс жасайтынына дейін айтып береді. Ричард Сэндиді үйге қайтарып, өзі бірінші әйелін іздеуге кетеді. Бұл мейрамханада Ломбардқа сақина берген аспаз Джеджи Томасон жұмыс істейді. Ричард сол жерге барып, оны табамен ұрып құлатып жіберді, және егер Джеджи әлі мойындамаса, пешке қуырамын деп қорқытады. Ақырында бала ағасынан ұрлағанын мойындады. Ричард аспаздың ағасына барып, сақинаны қайдан алғанын біле бастады. Ол оны покерде белгілі бір Джонни Шоудан ұтқанын айтты, бірақ оны қайдан табуға болатынын айтудан бас тартты. Тіпті сақинасын қайтарып алғысы келді. Екеуінің арасында төбелес басталады. Ричард басынан таспен ұрып жеңеді. Үйге кіріп мекен-жайды телефон анықтамасынан тауып алады. Өзі құр кетпей тапаншаны ала кетеді. Ричард Джонның үйін табады. Ол үйге кіріп тоңазытқышта пирамида болып тұрған қыздардың суретін көреді. Ең басында оның әйелінің суретін көреді. Ол суретті 6 жыл бұрын Ричард түсірген болатын. Ричард Джонның басына тапаншаны тақап, сақинаны қайдан алдың деп сұрап еді, сұрағына жауап қатпады. Ол қабырғада ілулі тұрған қалмақтарды көріп ойлана бастайды. Ол әйелінің суретін қайдан алдың дегенде, тек сөмке тауып алдым, соның ішінде болды деп жауап береді. Ричард жігіттің басынан ұрып талдырады. Ол қатты ауырсынудан оянады. Ричард бетін балық ілмектерімен тесіп, үйдің барлық қолдары мен аяқтарына сызықты тартты. Джонни қоғалмас үшін аяқ қолын байлап тастаған. Ол Ричардтың тістерін балғамен сындырғанын көрді. Джонниге бір ғана соққы жетеді. Ол Синди Сило мұнарасында екенін айтады. Ричард қосалқы ғимаратқа барып есікті ашты және оның әйелін торда лас және толығымен жалаңаш көрді. Әйел қорқып кеткен жануар сияқты әрекет етті. Енді ол онымен барғысы келмейді. Осы жер менің үйім дейді. Ол өзін алып кеткен адам ұнап қалғанын білдіреді. Осы синдром жайлы Ричард естіген. Бұл жерде тек психологтың көмегі ғана көмектесе алады. Тіпті әйелі өзіне ұқсамайды. Ричард ашуланып қайтып үйге келіп маньякты тірі қалдырмайды. Әйелін тордан шығарып алады. Синди болса, ол бірінші әйел, өйткені онда бөлек торы тұратын жері бар. Тіпті арасында теледидар көретінін айтады.
Ол енді түсінгендей бұл жерде ол жалғыз емес, жанына да тұрған қораны барып ашса ол жерде 50-ден аса қыздар торға қамалған екен. Барлығы кір, жалаңаш отыр. Олардың есіктерін ашып, өз әйеліне киіндіріп алып кетпекші. Бірақ әйелі маньяктың айтқанымен жүріп қалған. Ол өзіне киім кимек керек емес, ол оны шешіп тастайды. Күйеуі тіпті оған жүзігін салып есіне бірдеңе түсер деген үмітпен. Ол болса оны шешіп тастайды. Сэнди Джонниге қоңырау шалып, онда барлығы дұрыс екенін айтқысы келеді. Күйеуі болса оны өлтіріп тастағанын айтып мойындайды. Сэнди болса жыламсырап, қолындағы сақинаны лақтырып жібереді да, қолындағы пышақты алып, өзін құтқарушысына салып жібереді. Ол пирамиданың ең жоғарысында тұрған еді. Ричард көлікті басқара алмай, ағашқа барып соғылады. Сэнди сол жерде жан тапсырады. Ричард екінші әйеліне қоңырау шалып көмек сұрайды. Ол болса оны жіберетін жеріне жіберді. Ричард та сол жерде жан тапсырады. Сақина болса бодаға қайтып келеді. Рикки Бодоски жанармай таусылып қала жаздады, бірақ ол ломбардқа жетті. Біз Рикки Элвиске тиесілі деп болжаған медалін тапсырады. Бүгін оның шоуы бар. Ол өзінің шашын жақсылап қидырып алу үшін шаштарашыға кіріп бакенбардын алып беруді өтінеді. Өзі бірдеңені былықтырып алып, шаштарашыдан ақша талап етеді. Ол екінші шаштарашыға барып, отырғаны сол еді. Ол алдыңғы шаштарашыдан ақша алғанын біліп, байқамай кесіп алады. Ол ашуланып орнынан атып тұрып, бұл жерде бәрі алжыған деп айыптайды. Ол өзін ретке келтіріп, егіздің көріп қалады. Сот жерде оған бір адам ұсыныс жасайды. Тәніңді берсең барлығы болады деп. Ол анасымен ақылдасып, атақты болмаймын деп кетіп қалады. Ақыры жәрмеңкеге келген, ең соңғы сәтте қырынған және оның орындау бағасынан асып түскен аз ғана қол шапалақтау бұл бос сөз. Риккиге тамақ лақтырады. Оның нені ойлағаны белгісіз болса да, адам шайтанды қайтадан көріп, онымен мәміле жасады. Кенеттен жарық өзгерді. Сахнаға кәсіби бэк-вокалистер шықты. Ал Риккидің өзі Элвистің даусымен христиан гимнін айта бастады. Айналаға топ жиналды және шу шықты. Олар торларынан шыққан жалаңаш тұтқындар, қарт олардың әрқайсысының үстіне американдық туды тартып киіндіреді. Рикки спектакльдің соңында олардан жағымсыз иіс шыққанын біледі. Соңына қарай Стейнидің зертханасын жарып жібереді. Рикки Бордо көптен күткен талантын алады. Адамдардың қошеметіне бөленіп, көптен күткен келісім шарт. Қайта қызы оралады, бірақ осы жолы оны өзі тастап кетеді. Еш өкініш жоқ, ол қызға Джонни келіп сөз салады. Ол аман қалған, және өзінің әйелдерін жинап фургонға отыра беріңдер деп, сен менімен боласың деп алып кетеді. Олар фермаларында қайтады. Ломбард жабылайын деп жатқанда, ергежейлі адам келіп ұрғышты $7 алады, және ол қара пикапта болған мен болатынмын деп мойындайды, және сені таптым-ау деп Элтонды ұра бастайды. Оның артынан Джей келіп өзін ұрып құлатады. Элтон болса ергежейлі адамды айтқысы келіп тапаншасын кезеңді, бірақ Джей оны жіберуіне көрдіреді. Ол сол бұрынғы жүзікті әкеліп $40 өткізеді. Егер бұл шолу ұнаса лайк, ұнамаса режиссерге бірге барып ренжиміз.